Көрермен міне аспанды түнертіп қара бұлт қаптап тұрғанда, әлі де бір тамшы жауын жаумай тұрғанда біздер Тараздан шығып Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгір қаласына келіп қалдық. Мұнда кеше өздеріңіз көріп жатқан Сәкен ағамыздың үйіне келдік, шаңырағына. Міне құстар ұшып жатыр. Төбеде құстар ой бірінен кейін бірі біздің келу құрметімізге ұшырып көрсетіп жатыр. Қазір әңгімеміз Духчубилар туралы. Чубатый. Міне Духчуби ойнап жатыр ән. Төбеде көрдіңіздер ме? Қандай керемет. 24 па 25 па? 25 жылғы жас кептер екен. Осы ойыншылар туралы қазір әңгіме қылатын боламыз. Бізден бірге болыңыздар. Көгершін және Махаббат YouTube арнасы қосулы болсын. TikTok'та, Instagram'да қысқа стористер жарияланады. Және арнайы 15 минуттық фильм түсіріліп жатыр. Міне, қараңыздаршы, ойнап жатыр. Қандай керемет. Біз бастадық онда. Сәкен аға, қош келдік. Бір кептер ғана бар, соны көрсетші. Иә, бір кептер ғана бар екен, соны көрейік. Содан бастайық әңгімемізді. Оға деймін алар түсіп қалар. Ой, міне топырлап. Қанша құс жүр мына жерде? Бір 30 жүр ғой дейме? Бар, бірінен кейін бір сол посадкасын күтейік, оға дейін түсіре тұрайық. Ал жүріңіз, әлеміңізге бастаңыз. Міне гүл сарылар отыр. Мен де крем ғой деймін, сеткіден көрінбейді екен. Ал, неге кіріп түсірмедің деп айтады ғой кейін. Ой, бабында екен. Бұлар несімен артықшылығы бар? Ойынмен, ойынма бәрі. Әр ойын ба? Не дейді бұдайым ол? Бұлар аналардан осының балдар ғой көп санеді. Анау екі гүлсар тақырбас бар екен, простойлар. Бар, иә. Ол немен, несімен артық ол? Ойынымен ол да. Ойындікі, бәрі ойын. Батының ойындар. Қанша ойнайды бір стол тартқанда гүлсарыңыз? 5-7 мәрте ұрады ол. 5-7? Әдем екен, Мына чубат еді. 25-30 метр тартады бұл. Бөлек екен тұрысы. Тиагаз, ұзындығы. Тұрқы бөлек екен. Мына жұпта 20-30 метр тартады чубат. Мұна ақбас аналардың баласы ғой дейме? Иә, мынау. Лысидің баласы. Болды, әдем екен. Духчубилардікін шығарды мынаяға бәрі. Мұна біреу екеуі соның баласы ма? Мұнау да сол. Екеуі пар ғой. Болды, әдем екен. Қалған күн бәрін шығарды. Міне. Неше жыл болды баққаныңызға? 30 жылдай. 30-40 жыл болып қалды. 30-40 жыл. 84-те бастадым ғой. 84-те. Қандай құс еді бірінші баққаныңыз? Бәрі осы ойын, кейін Маланосыға өткен. Тұмсықпен. Оны неге құрттыңыз енді? Оған уақыт керек, ол кезде жұмыс істейтінмін, кормилец керек оған. Күтім керек дейсіз ғой. Күтім керек. Бағамайды өздері. Неше ұя бар қазіргі таңда? Қазірде 3 ұя бар. 3 ұя бар, Иә. Барлығы бір 100 шақты құс бар ма? Бар, 100-ден көп қой. Енді 100 құстан кемінде бір 300-400 балапан аласыз. Былтыр бір 150-ден көп алдым ғой. 150-ден. Не істейсіз соның бәрін? Тамырларыма тараттым, 4-5 адам. Оны сататыны бар, ашин подаркасы бар. Оның бәріне аламын. Керек, бір пары, екі пардан алып қаламын әрқайсысынан. Әдемі. Ең бағалысы қайсысы ішіндегі? Ішінде ең бағалы жаңа чубатый сошым. Анау отқан ба? Жоқ, мынау. Мынау ма? Мынау. Әркімнің өзінің бір сүйікті кептері болады ғой. Ең тартып береді. Мынау былтырғы сыймайды мынау. Осымен қалды. Мынаны сатасың ба десе нешеге бағалайсыз? Сатпайсыз ба? Қанша адамдар келді? 500 мыңға бересіз ба? Сатылмайды. Сатылмайды. Керемет міне. Әрбір кептерханада әрбір адамның өзінің сүйікті кептері болады. Мына мыналарым. Мынау лифтинг бар міне. 40-50 метр тартады. Не дейді құдайым ол? Мына. Анау жұбы ғой дейме осының? Иә, бір пар мына. Керемет. Силиндер міне. Керемет екен. Міне Сәкен ағамыздың дүниесі. Әлемін бастадық. Сәкен аға, жеңгей қалай қарайды осыған? Жеңгей ешқандай несі жоқ. Наоборот, мен жоқ кезде жемін, суын беріп. Сізде нағыз махаббат және көгершін екен ғой, Бірау сөйлемейді, неге бар. Әдем екен. Неге бұртпайсың, неге көбейіп кетті деп ол. Мына сарыда не өнері бар? Сары былтыр жаңа ғана сарының баласы бұл. Чубаты берген екен. Ойыны қалай? Ойын ең кіріп жатыр. 3-4 мәрте ұрып жатыр, мына қызылға қарап. Қызыл жақсы екен, Қызыл, иә. Екеуі пара. Әдем екен. Жұмыртқа да жатыр бәрі. Биыл баласы бұл. Биыл ғой, ең пара кетті. Мары осы мұның. Ең қолыңыз жетпей жүрген қандай құсты алғыңыз келіп жүр ма? Өз қолыңыз жетпей. Кімнен алғыңыз келіп жүр? Енді Тараздың жігіттерінде. Тараздың жігіттерінде. Сояға жете алмай жатыр. Қандай құс керек болып жүр? Ойынға ғой, ойынға. Маған чыл. Енді осынша 100 құстың ішінен қан керек қой, қан ауыстыруға ма? Сәтін салса күзде келерсіз. Жанат, Қайрекең бар, Валихан бар, Жомарт бар, бәріне келерсіз. Жігіттер қолы ашық, жомарт жандар бәрі. Бір-бірімен ауысажыздар. Қайрекең сұрап жатыр ғой мынандайды. Ойыны қалай деп. Әдемі екен. Анау
Анжанскийге ұқсайды екен, Қайсы? мына сары. Сары ма? Анжанский құстарға ұқсайды екен. Жоқ, таза сарыдан шыққан бұл. Мына екі балапан әдемі екен. Ағымен жақсы шығып келе жатыр екен. Неге қоңыр берген? Енді қанында бар. Қанында бар, Қанында бар ғой. әдемі. Мына тиягылар. Қызғыш құс. Тұмсығы да ыңғайлы екен, әдемі. Бабымен екен. Алмасинскілер дейміз. Сәкен аға, мына әлемді көрдік қой, келесі әлемге өтейік. Көрмекпеймін негізі. Неге? Шілей қызықпа, мен чупқа, дух чубой сол, чуба атылмаса чубой. Бір 3-4 барым бар. Ең бір ауыр қасіретті жыл қай жыл болды сіз үшін кептер өлген? Осыдан 4 жыл бұрын. 4 жыл болды, қазір кептерім ауырмайды. Чумка, кезде- вертушка дегеннен құтылым, қазір абивак саламын. Неше кептер өлді сол кезде? Қырылып қалады ғой, бір 100 кептерден бір арқасы бір 20-25 қалады. Өзіңізді қалай сезіндіңіз сол кезде? Енді Қосылып ауырдыңыз ба? ауырасың ғой. Неше уақыт ауырып жүрдіңіз? Ой, болды асырамайын деп қойсын, қаяқтан сәл естен шыққаннан кейін қайттан жиясың, қайттан көбейтесің. Күзде мына көктем күні, күзде күні қырылып қалатын бұрын. Біздің жаман бір Дәрі әдетіміз. жоқ еді онша, енді қазір дәрі бар ғой қазір, любой дәрі. Жаман бір әдетіміз ғой, кептермен қосылып ауырамыз ғой. Мынау балапан бағып жатыр ғой деймін, Иә, кішкентай балапан бар, әдемі екен. бәрі жұмыртқада бәрі. Соштар әдемі екен. Мезелі ма. Ұясы қарапайым. Балапандар да бар екен. Мұны ақбас әдемі екен, Балапандар, иә. Жақсы болды. Тамаша. Онда Сәкен аға арғы келесі үйді көрейік, Болды. шығайық. Ой, міне. Ой, мына бір сарының ойынына, Байерден бұны шығардым. Зайдық сөз қоғаны. ұшып жүр. Бәрі ойын бар. Ең мықты ойыншысы қайсысы? Қатты ойнайтын. Бір тартқанда 50 метрге баратын. Сизидік шу бар. 50 демейін бір. 15-20 метр тартады. Ондай 50 метр жоқ. Ол қай жақтан келген құс? Ол өзінде шықты. Өзіңізде. Сизидік шу. Мынаның жұбы не? Мына сарының. Бұның сарын көпақа тасманмен бар. Шубақты тасманмен. Бұл бұрын ұшқан ба жоқ өзі осылай? Ой, қазір лақтырсам кетеді, толамай жүреді. Байерде отырып қалған ғой. Бұның балдарын бәрі неге кетіп қалды? Ақтөбеге сатылып кетті. Ақтөбеге кетті ма? Кімдерге кетті Ақтөбеде? Шалқарда Нұркен, Бердібек деген жігіттерде. Сәлем айтып қойыңыз оларға. Беге, Нұреге қалайсыздар міне. Сәлем айтып жатыр. Сарының атасы сіздерге не алған сары. Қазір тағы сұрап жатыр ғой, тағы жіберіп бізге содан деп. Керемет. Мына жоғарғы ұяда неше кептер бар? Жоғарыда bu yerде көбісі молодойлар. Жастар, Иә, жастар. Где-то бір 60 па 70 бар. Қазір мына жерде полында әлі бір 15 шақты балапан жүр қазір. Көк жолақтылар кімнің қандарынан? Сизилер. Сизи өзі Сизи мен Удидан ана бір пар ана Удиым бар. Соныкі мына жақта Сизидан шыққан. Кімнен алып едіңіз оларды? Сизиде мына жерде Абекең деген бір шал бар. Соны леттан шұрып көріп алғам. Ой, керемет. Удида Асқар деген тамырым бар. Содан алғам. Әдемі, әдемі. Мұны керемет, бір көтерілгенде неше құс көтеріледі бір? 35-40-қа. 35-40-ға. Неше сағат ұшады? Сағат демеймін, бір жарты сағат ұшады ғой. Енді ана... Көп шырмаймын. Өзім мақсат көрем. 40-ға әкет қалады дейді бізде көтерілген сайын. Ой, керемет. Маған сәл бір 10-15 минут ойнап неғса болды. Керемет. Не деген кепперлердің бәрі 40-ға әкетіп қалады. Ой, мына бір сары отырып қалған екен. Керемет. Міне. Көгершіннің әлемі бір бөлек қой өзі. Көгершіннің әлемі бір бөлек. Бұл қарасаң көгершін болады, бақсаң, көңіл аударсаң, осыған деген махаббатың болса, сенде көгершін болады. Махаббатың жоқ болса, онда қиын. Тек сатып ақша табу ғана емес бұл көгершін. Көгершін деген сенің жан дүниең ғой. Оны түсіне білу керек. Тек осы жақсы қаннан балапан алсам, балапан пәлен ақшаға сатсам, табыс тапсам деген ой ол бөлек. Көгершінге деген махаббат кез келген ақшадан артық тұрады. Бір жоғарда біреу жақсы ойнайды екен. Жоғарда біреу жақсы ойнайды екен. Ой, жанын шығарып жатыр. Мына біреу бөлек. Мына бір Сизи ғой деймін. Міне. Жемге түсіреміз қазір, көреміз. Ақбастар бар екен. Керемет. Ал қазір жемге түсіру басталды. Ана бірөз жүрген ақпа не бол? Соч. Ақ соч па?
25 жылғы. Жемнің әртүрлісін береді екенсіз, ә? Мақсар беремін ғой, балапан ашқан кезде. Мақсары? Оның не пайдасы бар? Балапан өсетті. Жақсы өсе ма? Жақсы өседі. Мақсары. Ал мақсар бермесең, андай өспей тірейіп қалады. Майлы жем дейсіз ғой. Мынау жүрген Соч па жеке өзі? О, төбедегі. Иә, Сочлық шубы. Анау ақ, анау бір ақ билеп жүр. Ақ шубаты жаңа Соч деген. Оның шешесі жақсы. О, жақсы екен. Ақ Соч жақсы екен. Қызыл малада жаңа қызылдың баласы. Бірақ самесі бөлек еді жаңа. Бекеңе сатып бердім жолпи. Ал ана кішкентай ядағылар шықпайды ғой дейме? Жоқ, шықпайды олар. Олар тек анда-санда бір екеуін алып лақтырып тұрам. Олардың только балапандарын шығарам. Шамамен кептерлер нешеден сатасыз? Қымбат емес. 50 мың, 30 мың. 50 мың, 30 мың. Парасы 60-50 мың сонда. Жаңағы бір пар ақбас балапан неше тұрады? Ақбасқа негізі 100 мың берді, оны берген жоқпын ақбасқа. Жаңа балапандар? Балапан жоқ, әлі сатқан жоқпын оны. Оны өзім көбейтемін жатырмын. Ақбасын балапан сатқан жоқпын. Төбеде бір дикарлар бар дедіңіз? Дикарлардың бәрі төбеде. Неше пары бар? 5 пар бар. 5 пар? 5 пар. Ой, жақсы екен, әбден үйренген ғой. Қолға үйреніп қалған, барам, тұрғыздырам, астынан балапанын бастырып не қылам. Осы жерден жем жей түсіп. Мынау шатырда дейсіз ғой. Вольный да оны. Американец асырамайын да. Ой, мына бір удый ғой деймін. Жоқ, кишмиш насачу. Кишмиш. Әдем екен. Кишмиш. Әдем екен, әдем екен. Енді жемге түспей бәрі ішке кіреді ғой. Ішке кіреді көбісі. Міне, жабайдың біреу түсіп отыр кез. Түссін, соны көрейік. Ақ Соч жеке ұшады екен өзі. Жеке ұшады, жеке ойнайды. Жақсы ойнайды екен сосын. Қайта аяқ тартып, стол тартып тұрып жақсы ойнайды екен. Қайда кетті. Міне. Ойыны жақсы екен. Әдем ойнап жүр. Жеке дара ұшады екен сосын бір өзі. Құстарға қосылмайды екен. Қайта. Бұл неше жылдық құс ана Ақ Соч? Былтырғы 25-те шыққан. 25-тегі ма? Сол біреуі бар, мына іште жаңағы ақбастың самғысы бәрі екеуі бір, әкешілері бір. Екеуі. Бір еркек, бір ұрғашын алып қалған. Мына шыққаны 2 күн болды балапанымыздан ақбас көрді. Алар ма? Әдем. Тамаша. Былтырғы 25-те. Сары мен қарадан шыққан. Сары мен қарадан? Сары мен қарадан. Ең бір жақсы балапанды көп сатқан жылыңыз қай жыл болды? Жылда сатып жатыр енді. Мен былай негізі балапан сатпаймын. Мен ойынға кіргіздіріп алып сатамын. Дайын болған кезде? Иә, дайын болған кезде. Ертең күні айтпасын, ойнамай қалды, үйтпей қалды деп. Иә, дұрыс. Сұрып көрсетіп, саудасын келтіреміз да. Мына екеуі қалай? Мына екі Соч. Екеуі малады, жаңағы мына жақта отырған ақбастың баласы мынау. Тура әкесі. Уже 2-3 мәрте просто ойнап жатыр. Қазір 2 балапаны бар бұлардың да. 2-3 мәрте ойнап жатыр енді бұлар. Әдем. Бұлтарлар. Әкешілер мына жақта отыр. Мынау қызылдың баласы жаңағы Дұқчубыдың. Қызылдың? Иә, уже ойнап жатыр бұлда. Бұдан бір сары шықты қазір Дұқчубы. Лөтті аналар. Иә, ана Ақ Соч жақсы ойнайды. Қазір мерде қонатын кезде кетеді. Көреміз соны күтейік. Қонуды бастаймыз. Бөтен кептер көп келе ма? Жоқ. Шұжақ деген жоқ. Бұрынғыдай емес келмейді. Келгенде де аламды беріп жіберемін. Жақсы ойнайды екен, ақ. Соч әдемі ойынға кіреді. Оны жазда отырғызбау керек, отырып қалады. Иә, бір баласы бар Дұқчубы қазір. Бұл Дұқчубы ма бұл да? Бұл Чубаты. Дұқчубы мен Асачубыдан шыққан. Иә, бабында екен, Ақ Соч Чубаты. Бабында екен. Мынау жаңағы жеке дара ұшып ойнап жүрген Ақ Сочтың баласы ғой? Соның баласы. Жалғыз өзі шықты. Әдем екен, Дұқчубы шықты. Чубтарын жақсы береді екен. Оның самғысы Асачубы. Мынаның қыздары. Бөлек қандарды. Міне, Ақ Соч жеке дара өзі. Ойыны бөлек екен.
Hazır konатын сәтті күтеміз енді. Ал, қонатын сәтті күтейік. Ал, міне қонуды бастап жатыр, қазір көреміз. Мына жаңағы лисе мына екі лисенің баласы қыста шыққан. Бізде ойынға кіріп жатыр. Ақбастың ба іштегі? Иә, ақбастың екі лисенің қыста шыққан балапаны. Ал, кетті әне. О. Аяқ тепкілеп тұрып. Сағат 8-9-дарда кіреді көрмесе. Прожектор жақып қоямын, мына прожектор. Қалып кетеді дейсіз ғой? Қалып кетеді, түнде ұшып жүреді дейсіз. Сосын барып түседі өздеріне, қыршаға қонады, сөйтіп кіреді. Түнде ұшып жүреді. Қысты күні қиын. Қыста не деген жоғалтамын ғой? Уақыт жетпей қалады. Былтыр екеуі жоғалды. Тез күн батады ғой? Иә, тез батады, леттан түсе қалады, қалып кетеді. Мынау еркек қой, жүк? Иә, еркек. Ана. Екі лисенің алдында шыққан. Бұл немен пар қазір? Бұл чубатый, басақпен пар. Ана тасманы тартқанын көресің. Чубатый. Гребпен, винтпен кетеді. Ол қазір. 25 жылы шыққан. Күтейік. Малдалар болды. Ең мықты ұстаған бөтен кептеріңіз қандай болды? Шылкар еді бұл. Шылкар? Иә, шылкар. Егесі келді ма? Келді. Кімдікі екен? Орыс шалдыкі. Жақсы ойнай ма екен? Иә, жақсы. Мына көршімнен келді. Мен Қамбар деген. Оны да беріп жібердім өзіне. Әдемі. Енді. Ят қой, көрші ғой. Иә, қимайсың әлпес. Жем болған ең мықты кептеріңіз қандай кеп? Желтый носочубый. Желтый носочубый. Желтый носочубый. Бір 50 метрден көп тартады. 7-8, әр 10 метрде бір ұрады да кете береді тартып. Көзімше ұстап қалды. Ұстаған кезде өмірі өкінбейтін, басын ұстадым ғой бүйтіп. Тұқым қалды ма одан? Қалды ғой, жаңағы мына сары соның несі, ағасы болады. Інісі болады. Бірақ ондай тияға шығармай жатыр. Самка достойны болмай жатыр. Шығып қалар. 10 метр. Енді тасмамен пар, білмеймін мен, шығамай деп жатырмын. Тасманың тияғасы жақсы. Мынау тартып жатқан. Летта жүр, тартып. Сарымен де пар қылдым, ондай тияға шықпады. Ары келсе 10 метр, 15 метр тартады болды. Ана жаңа 40-ға кеткен айтырмын ғой, 50 метрге барады. Әр 10 метр сайын бір ұрады, 7-8 мәрте ұрады, сылаң аспанға барады. Кетеді дейсіз ғой. Молодой еді. Әлі парға енді кеткен еді, носочубый сам. Осы кептер бағу барысында бір армандап, қолыңызға түсіре алмаған бір кептер бар ма? Осының тұқымынан алу керек еді деп біреуден. Ондай бар ғой, е. Кімнің кептерін армандап жүрсіз? Сол жаңа Адыл дегеннен алдым тамырым, өз бұқыншың жолтылар болғатын. Енді Серік деген тамырым бар, інішек болады. Онда кептерлер жақсы ойынға. Асқар деген бар. Алмас тұрамыз негізі. Жақсы, әдемі. Қан ауыстыру керек қой кептерді. Армандар орындала берсін. Иә, бір қан ұстай бергенде болмайды. Жабайы кептерлерді үйретіп алған. Осылар кормиліс, бағат. 5 бары бар. 5 бары, 10 данасы бар екен. Алардың жұмыртқасын басады осылар. Қандай керемет. Сол жабайыға бастырған жұмыртқалар ертелеп алмасаң кетіп қалады ғой, үйрен. Ұшып кетеді. Сәл жемге енді жейдау деген кезде алып түспесең, ертеңінде ұстай алмайсың, кетеді. Жабайымен сол қалай тәрбиеленді, қалай бағылды, ұшып кетеді. Сол үшін ертелеп алып. Ертерек алып 2-3 күн өзім бағам. Міне сол жабайылар жүр. 5 бары бар екен. 10 дана жабайы бағып шығады. Қандай керемет. Міне Сәкен ағамыз жабайы кептерлерді қолға үйретіп алған. Міне осыларға бақтырады. Және бір қызығы, осыларға бағып ашылған балапанды жемге түсіп кетпей тұрып ертелеп алып қоймасаң, бәрі жабайы болып кетіп қалады дейді. Сол үшін ертелеп алу керек екен. Неғысы екеуін алып көрістейін сізге балапандарды. Көрейік. Я, жабайы кептерлердің балапаны бар дейді. Міне. Кормиліс болып жүр. Қызық. Ол кетті әне. Күлең ойыншылар кетті. Не болды? Мұна біреу қандай? Бұл удай чубатый голубка. Демек ене ойыны. Бір көтерілсе кетеді. Ойыны бабында екен. Я, болды, көп қумай-ақ қойыңыз. Ой, жарықтық. Әне кетті.
Міне. Не деген басталды мына ойыншылар. Мына бір сары мына жақта әлі құлап жүр. Мынау жаңа жабайлар бағып жатыр ма? Иә, екі жабай, 5 пардың ішінде осы бір пар осылар. О, мына әдем. Әдем берді кекілдерін. Мына сарылардың балдар. Аяқтардан бүткіде бәрі. Чубыда. Әдем береді екен. Құстарда бәрі аккуратный. Енді бұларды қанша уақыт алып түсесіз? Бұны әлі где-то бір 15 күндей бар әлі. 15 күндей? Иә, 15 күндей уақыт бар. О, тамаша. Жем сауларды бір толы. Иә, жақсы бағады ғой жабайлар. Жақсы бағады. Керемет. Әлі біреуін өлтірген емес әлі. Былтыр біреуін өлтірген жоқ. Қанша қоям бәрін алып шығам. Тамаша. Енді ағамның кептер баққанда қалай қарайсыз? Кептер баққанына жақсы қараймын. Сатқанда ақшасын бөлісіп тұрам ба сізбен? Әрине бөліседі ғой. Сол кезде қандай әсерде боласыз? Жақсы әсерде болады. Иә, жақсы әсерде боласың, қандай әсерде боласың басқа. Иә, бүгінгі түсірілімде нағыз махаббат және көгершін тақырып сіздер жайлы екен. Керемет. Ұзағынан сүйіндірсін. Рахмет.